жазып қойдым. Қазір осы жерден екі топқа бөліне қоямын. Input және print деген екі топқа. Так, бірінші топтар Аяна, Біржан, Аружан, Ақшолпан, Зайра, Арсен бірінші топ. Абай біз сәтпаттарсыз. Да, екі топ деген топқа отыра қойдым. Так, екінші топ Камилис, Қарақат, Сержан, Даня және Ислам. Кезінде қоясың. Жақсы оқушылар, қазір сіздердің алдарыңызға бағалау парағын беремін, иә? Бағалау парағын қарап шығам. Бұл жерде тапсырмалар бар. Тапсырмалардың қасында жалпы балы жазылған, қасында оқушының балы деген жерге әр тапсырманың қасында өздерінің орындаған тапсырмаларына қарай балдарыңыз жазып шығасыздар. Акценттерді жазып қойын. Жақсы оқушылар. Оқушылар, үй тапсырмасының WordWall платформасында қазір сұрақтарға жауап беріңіз, иә? Старт қойсаңыз. Ит дегенде оқушылар сандар типі. Екінші сұрағымыз фот дегенімізде нақты сандар. Келесі эссэ дегеніміз айталық. Келесі сұрағымыз бұл дегеніміз қайсысы? Логикалық. Келесі сұрағымыз абс дегеніміз келесі сұрағымыз раунд дегеніміз келесі сұрағымыз ран модул дегеніміз программа кодын орындау. Өте жақсы оқушылар, бүгінгі сабаққа жақсы дайындықпен келген екенсіздер. Енді қазір өздерінің бағалау парақтарына кім сұраққа жауап берді, жаңағы балын қоямыз. Оқушының балы деген жерге балын қоямыз. Жақсы оқушылар, қазір сіздерге ребус беремін. Осы ребустың жауабын қазір шешіп алыңыз. Екі топқа. Print тобына, input тобына келе қой. Қандай шықса input тобы? Енгізу. Шығару. Өте жақсы оқушылар. Міне. Біздің ребусымыз шешілді. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы санды енгізу және шығару. Сабағымыздың мақсаты Python тілінде сызықтық алгоритмге программа құрады. Бүгінгі күннің жадында зам оқушылар дәптеріңізді ашамыз. Санды енгізу және шығару. 93-ші бетті ашамыз. Бүгінгі күннің жадында да санды енгізу және шығару. Жақсы оқушылар, ручкамызды қоямыз. Енді бүгінгі сабақтың тақырыбын толық меңгеру үшін мен сіздерге арнайы өзімнің YouTube каналыма бүгінгі тақырыпты жүктедім. Сол тақырыпты қазір толығырақ білгіңіз келсе, YouTube жаңағы компьютерге отырып тақырыптарды меңгеретін болады. Компьютерге отырамыз. Сабағымызға тиіп, бүгінгі сабақтың сабақты қарап шығыңыз.
яғни input функциясы қолданып енгізген дерек жолдық типке жатады. Жолды тізімге, яғни түрлендіру үшін біз нені қолданамыз? Split әдісін қолданамыз. Тізімдердің арасында символ болса, онда оны split әдісіндегі жақшаны ішінде көрсету керек. Ал print функциясы деректерді экран бетіне шығарады. Яғни бүгінгі жаңа сөздеріміз оқушылар. Жаңа сөздер енгізу, үш тілде вывод, input, одан кейін бөлу, разделить және склею. Жақсы оқушылар, енді осы бірінші топтық жұмыс бізде топ бойынша жұмыс жасаймыз. Мынадай сұрақтар берілген сіздерге, осы сұрақтарға қазір кезетіп жауап беріңіз. Айнымалы арасына бөлгіш қою функциясы, командалар бірінен кейін бірі тізбекте орындалатын командалар не деп аталады, айнымалының атауы не деп аталады, мәліметтерді шығару функциясы, осының барлығы видео сабақта жаңа айтылды. Келе ғой. Біріншісі қайсысы? Бөлгіш қою, екіншісі келе ғой. Екіншісі сызықтық алгоритм. Келесі келе ғой. Ал айта ғой. Келесі айнымалы атауы келе ғой. Қайсысы? Айнымалы атауы. Келесі мәліметтерді шығару функциясы. Мәліметтерді шығару функциясы. Екінші топ. Келе ғой. Мәліметтерді шығару функциясы. Шығару функциясы. Келесі мәліметтерді енгізу функциясы. Енгізу. Input келе ғой. Келесі айнымалысы үшін бүтін санды енгізу ол input. Енді қазір көрейік. Өте жақсы оқушылар, өздеріне бағалау парақтарына белгілеп алыңдар. Мына жерде оқушының балы енгізіп оқушыларға кім сұраққа жауап берді? Кім жауап берді? Сол өзінің қасына, оқушының қасына баласын қоя қойын. Келесі тапсырма оқушылар, екінші тапсырма сіздерге қазір жұптық жұмыс беремін. Сол жұптық жұмысты екеу ара орындайсыздар. Жұптарын орындайсыздар. бір қабырғасының ұзындығын біледі, бірақ оның толық ауданын есептей алмайды дейді. Бұл жерде аббревиатурге көмектесіп шаршы кілемнің ауданын есептейтін Python программасында не істеу керек? Программасын өтеміз. Өздерінің нелеріне бағалау шарттарына бағалау жұмысқа. А тең кейін дұрыс, өте жақсы. Бағалау шарттары өздерін бағалайды. Бағалау шарттарына өздерін бағалайды. Программа коды А тең. Бір жақша ашылған, екі жақша. Екі жақша жабылған. Қазір жауапты тексеруге
оқушылар, бұл жерде жеке жұмыс. Қазір компьютерге практикалық тапсырма жасаймыз. Компьютерге отырамыз, жеке жұмыс жасаймыз, иә? Отырамыз. Python программасын ашамыз. Жеке жұмыс. Ideal Python ашамыз. Так, Аружан 3 пән бойынша бағаларын алды дейді. Қандай пәннен? Математика, информатика және қазақ тілі. Қазақ тіліне. Ол өз бағалардың орташа мәнін есептеу керек, иә? Сізге Аружанның 3 пән бойынша бағасын енгізіп, олардың орташа балын есептейтін программасын құрастыруымыз керек, иә? Ол үшін біз не істейміз? Не енгіземіз? Бағдарламасына коды енгіземіз. Неше мән береміз? 3. А, Б, және С. мән не? Өте жақсы. Шықты да? Апаймен де шықты. Апаймен шықты. Апаймен де шықты. Қане, бастау. Мән шықты ма? Апай шықты. Өте жақсы, дұрыс. Жақсы оқушылар. Әдісі бойынша сұрақтарға жауап берді, иә? Жақсы, өте жақсы. Жақсы оқушылар. Енді репетиция кері байланыс, падет тақтасы арқылы кері байланыс бере қойып оқушылар. Ұялы телефонымызды камерасын ашып қысқан видео қойып. Бүгінгі сабақ қалай болды? Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды ма? Фотографтарыңды толтырдыңдар ма? Бағым, жинап келе ғой. Ислам, Житыбал, Даня, Житыбал, Сержан, Житыбал, Қарақат, 8 балл, Зайра, 8 балл, Аяна, 9 балл, Аружан, 9 балл, Арсен, 7 балл, Ақшолпан, 9 балл, Тамбериш, 7 балл, Біржан, 7 балл. Жақсы оқушылар. Бүгінгі алған бағаларында мектебе доға қоятын боламыз, иә? Үй тапсырмасы санды енгізу және шығару тақырыбын оқып келу 96-шы беттегі 4-ші тапсырманы орындап келесіңдер. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.